үйге кіріп киімімді ауыстырып алдым. Себебі тағы да жаңбыр жауып тұрғаннан кейін короче суық қалды. Осындай жалаңаш шубаны киіп алдым. Короче далада отырдым. Видео салайын деп. Салынбайды, себебі мына жақта бізде не жоқ, сеть ұстамайды, короче. Sen үйге барайын деп үйге келе жатып. Короче. Қолымда 5 литр су. Каспий магазиннен алған заттарым бар, короче, бәрі продукт анау-мынау бүйтіп келе жатырмын да. Жабайымын ғой енді, жабайымын. Келе жатырмын ше. Бір-екі жұмысшыға жұмыс істеп жатыр екен да. И андай курилка кетті тұр екен да есіктің жанында. Кішкене не жасап алайын деп енді өздеріне андай бір перекур жасап алайын деп тұр екен да енді. Жандарынан андай бір өзімше андай бір көрінбейтін адам сияқты кетіп бара жатырмын да енді бір фу кетіп өтіп кетейін деп тұрмын ғой, мешіт жасамайын деп. Блин, сондай моменттерде болады ғой андай. Ана жер скользкий андай тайғақ екен да. Как мой бывший. Шучу. Мен бывшыма мүлдем қатысы жоқ, просто. Тайғақ екен да ана жер. Тайып қалып ана кісілер. Мә еші. Дыбыс та шығара алмайсың. Деп ше былай, блин, өліп құлай жаздадым. Ағалар ғой сосын. Осторожно, девушка. Блин, я же хотела нормально просто өтіп кетуге адам сияқты. Блин, бір өте алмайды оқырсын. Бір. Сол, короче, распаковка жасайын деп жатқан ғой. Короче, распаковка не үшін бардым магазинге. Жаңбыр жауып тұрғанына қарамастан бүгін үйден шықпадым, себебі ауырдым. Стажировкаға барған жоқпын. Короче, мен Астанада стажировканы өтіп жатырмын. Қай жер екенін жұмысқа келгеннен айтамын. Содан, короче, осылай барып келгем ғой. Приключения іздеп жүрмін ғой, постоянно. Жабайылығымды шешті, ағалардың жаңа спокойно өтіп салуға болады ғой, жоқ, ана бір таяқ жеріне өтіп құлап обязательно. Сол, короче, мынандай тапочка заказ бердім. Короче, алдында мен Алматы тапочканы ұмытып кеттім. Мынандай цвет тапочканы ұмытып помните, бір сүйкімді тапочка. Соны неден мегазарына керемін қарасам, тапочка бар ма? Қымбат. Еще түрлері сүйкімсіз. Сосын кейін Каспий магазинім аман болсын дедім да, Каспийден заказ бердім. Кстати, мынандай Каспийден заказ бергенмін. Такой күшті болып келді. Қыздар, мынандай если заказ беретін болсаңыздар, побольше размерін алыңыздар. Эрлері, ана отзывтарына жаз қойған негізі өте дұрыс жасапты. Потому что менің размерім S, мен L-ға бердім. Короче, ол осылай тұрады. Маған ұнайды, осында оверсайз болып тұрады. Если мен S берсем, ол маған симай қалатын еді. Короче, вот мен тапочкаларым. Қазір аяғымды көрсетемін. Ялып тұрмын әлі. Аяқ киімде де тоже сондай. Мынау, короче, менде 38, бірақ мен 39 бердім ғой деймін, кажется. Ту кішкентай, прикиньте, немене әлі. Қытайлар бізді кішкентай деп қалды ғой. Ну, короче, менің тапочкам осындай. Мынау какой-то бір қисық па, немене беле. Короче, бұндай тапочка өмірімде алып көрмей... Ой, блин, шаштары. Ешкім көрмеді деп ойлаңыздар. Бұндай тапочка өмірде алып көрмеген ғой. Бірақ мына жақ суық болғаннан кейін, короче, максимально жылы киініп жүрмін. И перестаньте, пожалуйста, написать о том, что ержігітті жамандамаш деп. Блин, как будто мен өмірімде одан басқа бывший болмаған сияқты. Ну да, конечно, мне уже 24. Мен басқа жігіттермен 10 алдында кездестім ғой. Құрсын екеуміздің арамыз бір 7-8 ай болды. И то жарайды енді аяқ осылай аяқтағаны кейін ара өмір тоқта қалған жоқ қой. И мен әрбір салған нәрсем оған қатысты, и оған байланысты емес. Сондықтан перестаньте, пожалуйста, жаза беріп, типа, мені салма, мені бүйтпе, сөйтпе, и мені жамандаватсың сен ержігітті деп. Не надо, пожалуйста. И если мен көрулерің келмесе, обзывать етудің қажеті жоқ, просто отпишитесь, отписаться етіп кеттеш, пожалуйста. Ал бүгін хан сарай атты кереметтей зәулім сарайда ұзату тойындамыз, құрметті ағайын, құрметті оқырмандар. Той сезоны қызып жатыр ғой қазір. Осындай дүбірлі қуаныштарыңыз болатын болса, хабарласыңыздар. Сән болып, мән болып, барып, опқып, лаулатып, өртеп, дүбірлі қуаныштарыңызды биік деңгей дәрежеде басқарып қайтатынымыз жоқ емес. Ал бүгінгі күнге сәттілік тілеп қойыңыздар.